Assalamualaikum dostlar. Sizlerмен Abzal Suray arnası. Bugün biz sizlerge осы үйдің проектісін ішін көрсететін боламыз. Айта кететін нәрсе, бұл өзіміздің үй. Алла қаласа осы үйді біткенше барлығын түсіретін боламын. Сіздер бұл арнада құрылысқа байланысты, стройкаға байланысты, үйдің ішкі отделка жұмыстарына байланысты барлық жұмыстардың түрлерін көретін боласыздар. Және қалай істеледі, қай нәрсе қалай болады, потолок қалай қалады, есік қалай қойылады, барлығын көрсететін боламын. Бұл бізде үйдің алды. Төбеге шығатын жер. Осы жерін осылай істедік. Ішін көрейік. Бұл бізде прихожка. Прихожканың размері 2,24. Істедік. Осындай. Мына жерге кішігірім күн түсіп тұрсын деп терезе қойып кеттік. Одан бұға қарай кірсек, турамызда кухня. Кухня бөлмесі размері 3,5-4. Шағын. Айта кетерлік, бұл үйдің размері 13,14. Үй шағын қып салдық. Осындай. Мына терезені үйдің алдыңғы бет жағына қаратып салдық. Кухняның терезесінің штобы. Тамақ істеп жатқанда әйелдер, болмаса тамақ ішіп отқан кезде мына жақта үйге кім келе жатқаны барлығын есіктің алдын көріп отыратындай қылдық. Одан кейін мына жақтан жаңа біз кірдік. Мына жақтан мына жерді біз гипсокартонмен бөлеміз. Осы гипсокартонмен бөліп, бөлген кезде осы жақтан жуынатын бөлме, душевой дейміз. Ішінде стиральный, туалет, қол жуатын раковина, арестон барлығы осының ішінде болады. Бұның размері 2,2 ма, 2,5-2 ма, сондай. Одан кейін мына жер коридор. Мына кухня болса, одан кейін мына бөлме детский, балалар бөлмесі болады. Бұл 3,5-3,5. Осындай шағын балаларға болады. Одан кейін мына бөлме, бұл бөлме спальный. Спальныйді кең қылдық. 4,5 бөлменің размері. Үйдің стенаның биіктігі ішінен 3,10. 3,10 қылдық, потолок түседі. Осының 3-ке, болмаса 2,95, 96-ға шейін түседі деп есептедік. Және біздің мына бөлме зал бөлмесі. Залдың размері 7,4. Осындай істедік. Одан кейін бұлай қарай бұрылған кезде бұл холл. Холл бөлмесі. Бұл үйдің, бұл проектінің өзіміз сыздық. Және маған бұл үйде ұнаған жері, көп үйді қарасаңыздар, үйдің бөлмелері холлдан тарайды. Холл дейді да, бірақ холлдан тараған кейін есіктер. Мына жерден бір есік қылады, мына жерден бір есік қылады, сөйтіп холлдан таратып жібереді, холлды орта қояды. Бұл холл, бізде холлдан ешқандай бөлме тарамайды. Бұл өз алдына бір бөлме. Негізі осы жерде отырады. Кухняда тамақ шай істесе осы жерде отырады.
отыратын болады. Және міне кухня ана бөлме болса, мына жақ холл. Бұл жаққа да қонақ күте беруге болады. Бұл да бір зал секілді. 7-де 4,5 қолдың размері. Бұл үйдің проектін ұнаған жері осы жер. Ешқандай бұл жерден бөлме тарамайды. Келген кісілер қолдап отырған адамдардың үстін таптап өтпейді. Осылай өз алдына бөлме қып істедік. Мына жерлер кейін. Бұл үй қалай болады? Міне осыны көріп отырсыздар ғой. Біткенге шейін түсіретін боламын. Потолок қалай қағылады, пол қалай істелінеді, есігі қалай қойылады, не төселеді, барлығын сіздермен бөлісетін боламын. Яғни мен өзім ұстамын. Осы үйді салып жатырмын. Өзіміздің үй. Соның барлығын салатын боламын. Сіздермен бөлісетін боламыз. Және үй көріп тұрғандарыңыздай шлакоблок. Бұл үйдің ішкі беттері шлакоблокта. Сыртқы дуал бар ғой, сыртқы дуалдың барлығын газоблокпен өттік біз. Неге газоблок? Неге полный шлакоблок емес дейтін болсаңыздар? Полный газоблокпен өруге де болатын еді. Бірақ газоблоктың бағасы білесіздер қымбат, 700 теңге бір штугы, 750 қазір 1000-ға барып қалды. 900 1000-ға барып қалды. Бір жағынан сырты газоблок болған себебі жылуды мықты ұстайды. Кәдімгі мысалға мына үйде пеш жоқ, от жағылып жатқан жоқ, бірақ үйдің ішінде дала қыс, күн суық, бірақ үйдің ішінде мынау консервде су ғой. Бұл ешқандай қатпаған. Қатып, я болмаса бір қырауланып, бұндай ештеңе жоқ. Терезелер барлық сол күйі. Газоблок жылуға өте жақсы. Қыстың күні жылы ыстап тұрады, жаздың күні үйдің ішіне ыстықты өткізбейді. Үй салғанда ең маңызды нәрсе үйдің сыртқы дуалы, үйдің асты және үсті. Үйін біреулер парабойдан көріп жылымайды деп жатады. Негізгі мәселе үйдің төбесінде. Үйдің төбесін жақсылап қымтау керек. Үйге еш жерден өглеп тұрмау керек. Сонда үй жылы болады. Міне қазір газоблок, іші шлакоблок. Бұның связкасы бір-біріне қалай связка жасады дейтін болсақ, әрбір 3 қатар сайын шлакоблок өрген кезде 3 қатар ғана. 1, 2, 3. Мына қатарда мысалы айналдыра сым бар. Одан 3 қатар айналдыра сым. Сым барады да газоблокпен қосылған жеріне. Сым болғанда кәдімгі сым сетка ғой. Сетка тастап отырып өрдік міне. Мына сыртқы дуалмен қосылған жер. Мынау да сыртқы дуалмен қосылған жер. Осылай. Ол ажырайды, связь ұстамайды. Одан ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Өйткені үйдің төбесіне айналдыра сейсмопояс құйылған. Сейсмопояс деген аты айтып тұрған пояс, ремен секілді да қысып тұрады. Бұрын үй салып, үй салған кезде бұрынырақта үйді жарылған кезде қырсаулап жатады. Сол қырсауламас үшін үйді төбесіне сейсмопояс құю қажет. Осындай. Сосын кейін бізде сылақ. Мен бұны айттым ғой, барлығы өзіміз өрдік, өзіміз төбесін жаптық, өзіміз сыладық. Стяжкасында өзіміз құйдық. Стяжкасы ровно мектеп песокпен құйылған. Теп-тегіс бұның бетіне обязательно налюбный пол төсейтін боламыз. Сылақты маякпен сыладық. Жұрттықындай маякты тігінен қойған жоқпын. Ерекше маяк. Өзіміз осы маякпен жұмыс жасаймын үнемі. Және бұл текстігін көретін болсақ, мына правиламен тексерейік. Қараңыз. Бұл черновый сылақ. Ара-арасында болады. Шамал-шамал. Бірақ сылақ бұлай келген кезде тіп-тегіс, тіп-түзу. Қай бөлмеге барып қоймасақ та барлық жерде сылақ бірдей теп-тегіс. Сылақтың тегістігін көрдіңіз ба? Теп-тегіс. Бұның бетінен чистовойға әркім әр нәрсе жағып жатады. Неге чистовой жақпадың бірден дейтін болсақ, шкурка, терка дейді ғой.
теория жасау өте қиын. Қолдан қол қалмайды. Одан да осылай черновой теп-тегіс сылап алдым да сосын бетіне ротбонг жаға саламын деп шештім. Сіздер де солай істесеңіздер болады. Мына ротбонг бұл белкөлский ротбонг. Мен өзім Қызылорда жақтан болған екен. Бізде осы ротбонг кең тараған. Осымен сылауға да болады. Бұл неге бұл? Бұл арзан, басқа ротбонгқа қарағанда бұл арзан, қолжетімді бағада. 2000 теңгеге жетпейді, по-моему, бағасы. Кәдімгі қымбат ротбонгтар олар 3000-нан, 3500-нан, 2,5 теңгеліктер де бар. Өткен бұл сылақ қой енді. Сылақтың бетіне болғандықтан бұл болады деп есептедім өзім. Қазір 25 қабын алдым. Пока жетіп қалатын шығар, жетпесе тағы аламыз. Ішін полный осы ротбонгпен сылап, черновойын сылаймын. Мына жерге гипсокартонмен бөлеміз. Стены гипсокартон. Душевойға арналған гипсокартон бөлеміз. Ол қандай болады? Ол жасыл болады. Қалың болады стены. Мына жерге осындай стерофиланы ағашты қалдырып кеттім. Стена осы жерден бөлінеді. Ертең арғы бет жағы сай болып тұр ғой. Сол сай болған жағын ертең теплый полын жүргізіп, стяжканы құям. Сол кезінде ағаш қалады ортада. Кейін стенаны бөлген кезде осы ағашқа бекітіп жіберемін. Теплый пол қай жермен өтіп еді деп қорқып жүрмеймін да, осы ағашқа бірден бекіте беремін. Сосын осы жағын душевой қыламыз. Сіздерге проекті ұнады ма? Арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып өтіңіздер. Біз сіздермен әлде де видео бөлісетін боламыз. Лайк, комментарий, сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер.